Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ағзамызға өте пайдалы асқабақтан шырын дайындап көрсететін боламын. Видео барысында мен сіздерге асқабақтың адам ағзасына тигізетін пайдалары туралы айтатын боламын. Сондықтан видеоны толығымен қараңыздар, және де менің арнама әлі де жазылмаған болсаңыздар, подписация батырмасын басып жазыла кетіңіздер. Бізге керек заттар ең басты асқабақ және мандарин, қант, лимон қышқыл керек болады. Менде мандарин бұл жерде көп мөлшерде. Егер сіздерде оншалықты көп мандарин болмаса, ең басты бізге бұл жерге шырынға қышқылдықтан беретін қоспа керек. Сондықтан бір лимон мен бір апельсинді қоссаңыздар жеткілікті. Енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Менде осындай кішкентай асқабақ сырты ашылғаннан кейін шамамен менде 1 килограмм шықты. Асқабағымызды сыртын жақсылап жуып алып, сыртқы қабығынан және дәнегінен тазалап аламыз. Шынын айтқанда, асқабақтан шырын деп осы рецепті өзім алғаш рет қарағанда маған өте қызық болды. Асқабақтан қалай шырын болады екен деген сияқты. Бірақ осы жасап болғаннан кейін, осы шырынды ішкеннен кейін маған дәмі деген қатты ұнады. Себебі мен асқабақтың өзін буға қайнатып таза күйінде жей алмайтынмын. Ал осы шырын күйінде маған қатты ұнады. Ең бастысы асқабақтың бұл жерде бізге беретін пайдасы. Сондықтан ағзаңызға қандай күйде болмасын, асқабақты жесеңіздер, денсаулықтарыңызға пайдасы мол. Ал енді асқабақтың пайдасы жайлы өзім білетін ақпараттармен бөлісе кетейін. Ең бірінші, бұл асқабақ біздің қан айналым жүйемізді жақсартады, ас қорыту жүйемізді жақсартады, зат алмасу процесін ретке келтіреді. Бауыр, өт жолдан тазалауға және де ағзамыздағы холестерин, зиянды токсин шлактардан тазалауға өте пайдасы зор. Сондықтан дұрыс тамақтанып, диета ұстап жүрген адамдарға да осы асқабақты күнделікті тұтынуды ұсынады. Асқабақтарымызды ашып тазалап алғаннан соң осындай майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Ендігі кезекте қазанымызды отқа қойып, асқабақтарымызды салып аламыз. Үстіне таза суымызды құямыз. Судың мөлшері мен сияқты тек асқабақтар батып тұрғанға дейін құйсаңыздар, шырындарыңыз қою болады. Ал егер де сұйық шырынды қаласаңыз, кішкене молырақ су құя берсеңіз болады. Енді қазанымыздың бетін жауып, асқабақтарымызды қайнатып қоямыз. Енді асқабағымыз қайнап болам дегенше құрамына қосатын келесі ингредиентімізді, яғни мен мандаринді қосып жатырмын. Мандаринімді сыртқы қабығынан тазалап, суынан бөліп аламын. Байқасаңыздар, мендегі мандариндер кішкене уақыты өтіңкіреген, бірақ ішінде ешқандай өзгеріс жоқ. Дәмі деген өте жақсы. Ал егер де сіздерге мандарин болмаса, жаңағы айтып кеткендей, тек қана бір дана лимон мен бір дана апельсинді қоссаңыздар жетеді. Себебі біз асқабаққа қосымша шырын болғандықтан кішкене қышқылдық дәм беру керек. Сондықтан мандарин немесе лимон маңызды емес, кез келген қоса берсеңіз болады. Мандариннің барлық сыртқы қабығын ашып болғаннан кейін блендердің көмегімен ұсақтап сөлін бөліп алатын боламын. Егер сіздерде блендер болмаса, ет тартқыштың көмегімен де өткізіп алсаңыздар болады. Міне біздің асқабағымыз қайнап пісіп дайын болды. Енді блендердің көмегімен осылай бір келкі қылып езіп аламыз. Егер блендер болмаса, шанышқының көмегімен езсеңіздер де болады. Себебі асқабағымыз өте жұмсақ, тез езіледі.
Міне біздің асқабағымыз біркелкі езіліп дайын болды. Менде байқасаңыздар шырын қоюырақ болып жатыр. Егер сіздер сұйықты қаласаңыздар, тағы да қайнаған су құйып жүрсеңіздер болады. Езілген асқабағымыздың үстіне мандариннің бөлініп алған суымызды және 1 шай кесе қантымызды, 1 шай қасық лимон қышқылын қосып, тағы да 5 минут қайнатып аламыз. Көп қайнатудың керегі жоқ, 5 минут қайнатса жеткілікті. Егер де сіздер дәл жаздағы сияқты компоттар сияқты банка ретінде жауып алғыңыз келсе, дәл осы ыстық күйінде банкаға бір жауып алсаңыз болады. Мен суытып қойғаннан кейінгі шырынды арнайы ыдысқа құйып жатырмын, себебі мен банка ретінде жапқан жоқпын. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасауға кеңес беремін, себебі дәмі өте керемет, дәмі деген ерекше, кәдімгі қою шырын болды. Дүкенде сатылатын коробкадегі кәдімгі шырындар бар ғой, қышқыл ананастың, апельсиннің, дәл сол сияқты бір қышқыл ерекше шырын болды. Асқабақтан екені білінбеді де. Ал ағзамызға тигізетін пайдасы жайлы өздеріңіздер де білесіздер. Сондықтан осы рецептпен сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де алдағы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің арнама міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеле кетіңіз. Назарыңызға көп рахмет.